Сәлем қыздар, мен бүгін сіздерге карамельный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді. Бір емес, бірнеше рет жасап жейсіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Алдымен жұмсақ жылы сары майымызға жұмыртқамызды қантымызды салып араластырып аламыз. Барлығын біркелкі араластырамыз. Одан кейін ұнымызды саламыз. Қопсытқыш және ванилин салып жіберсеңіздер де болады. Осындай қамыр шығады, оны мешокқа орап қойып қоямыз. Енді екі жұмыртқамызға вареный сгущенкамызды, қаймағымызды салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Мен блендердің көмегімен араластырдым. Осындай біркелкі масса болады. Енді қамырымызды формамызға салып, жайып, дәл видеодағыдай істейсіздер бәрін. Және түбін вилкамен тесеміз. Одан кейін карамелімізді құямыз. 180 градуста 50 минуттай пісіріп аламыз. Енді өздерің духовкаларыңызға қарайсыздар. Осылай әдемілеп жібереміз, жан-жағын түсіріп кішкене. Мінекей, өте дәмді қыздар. Бұны заказға жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде жасаңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал.